Assalamu alaikum, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгін мен сіздерге Иблистің Адам алейхиссалам мен Хауа анамызды қалай алдағаны туралы айтып беретін боламын. Мұқият тыңдаңыздар. Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз жәннаттың нығметтерін көріп жүрген кезде Алла тағала оларға бұлай деп әмір етеді: жәннаттың кез келген жемісінен жеңдер, ішіңдер, бірақ анау тұрған ағашқа жақындамаңдар деп әмір етеді. Және де оларға естеріне салайын, шайтан сендерге ап ашық бір дұшпан, оның алдауына түсіп қалмаңдар деп әмір етеді. Олар жәннатта жүріп бара жатып жылап жатқан біреуді көреді. Жақындай келе оның шайтан екенін көреді. Олар шайтанға не үшін сен жылап жатсың деп сұрайды. Сонда шайтан оларға: мен сендердің өліп қалуларынан қорқып жылап жатырмын. Сендердің өліп қалып жәннаттың соншама нығметтерінен құр қалуларынан қорқып жылап жатырмын дейді. Басында Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз шайтанның сөзіне мән бермей кетіп қалады. Кетіп қала жатқан кезде шайтан арттарынан: Алланың атымен ант етейін, егер сендер әлгі Алла тағала тыйым салған ағаштан жемісінен жейтін болсаңдар, сендер мәңгілік болып қаласыңдар, өлмейтін болып қаласыңдар деп айтады. Бұған Хауа анамыз қызыға бастайды да ағашқа жақындай бастайды. Ағашқа жақындап Алла тағала тыйым салған жемістен жей бастайды. Жеп болғаннан кейін Адам алейхиссаламға: ей Адам, міне мен жедім, маған ештеңе болған жоқ, кәнекей сен де жеп көр дейді. Сонда Адам алейхиссалам да жеді ағаштағы жемістен. Сонда Алланың әмірімен олардың киімдері шешіледі және ұятты жерлері көріне бастайды. Олар жан жаққа қаша бастайды. Адам алейхиссалам қашып барып бір ағашқа тоқтайды. Ағашқа: мені жап деп әмір етеді. Сонда ағаш: мен сені жабуға міндетті емеспін дейді. Сонда Алла Адам алейхиссаламға: я Адам алейхиссалам, қайда қашып бара жатсың? Менен қашып бара жатсың ба деп сұрайды. Сонда Адам алейхиссалам: Алланың атымен ант етейін, мен сенен қашып жатқан жоқпын, сенен ұялып жатырмын деп айтады. Сонда Алла тағала: мен сендерге сонша нығметтерім, сонша халал қылған жемістерім жетпеді ме? Сол тыйым салған ағаштың жемістерін жедіңдер дейді. Сонда Адам алейхиссалам: біз шайтанның хиласына алданып қалдық. Егер де ол сенің атыңды ортаға қойып ант ішпегенде, біз оның сөзіне сенбейтін едік деп айтады. Сонда Алла тағала Адам алейхиссаламды қазіргі Үндістандағы Невс деген тауға түсіреді, ал Хауа анамызды қазіргі Арабстандағы Джидда қаласына түсіреді. Осылайша Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз жер бетіне түседі. Міне достар, видеоның соңына келдік. Видео ұнаған болса лайк басып, коммент жазып, оны басқалармен бөлісіңіздер. Айта кететін нәрсе, шайтан Адам алейхиссаламды қалай алдаған сияқты бүгінгі дейін адам баласын түрлі жолдармен осылай алдап, оларды түрлі үлкен күнәларға алып барып жатыр. Сондықтан Алла тағала баршаларымызды шайтанның азғыруынан сақтасын.